аты жөнім Бисе Ақмарал. Кел балалар оқылық, оқылғанды көңілге ықыласпен тоқылық дей отырып, бүгінгі мектепке дайындық сабағын бастаймыз. Бәріміз назарымызды салып көрейікші. Кәне, қандай сурет көріп тұрсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Қаламсап, дәптер өте тамаша. Ал оқу құралдары бізге не үшін қажет? Жарайсыңдар. Яғни бұл оқу құралдары біз мектепке барғанда күнделікті қолданатын оқу құралдарына жатқызамыз. Яғни қаламсаптың бізде өте көптеген түрлері бар. Соның ішінде мен сендерге осы 3 түрлі қаламсапты даярладым. Кәне, сендерге қайсысы ұнайды? Ұнаған қаламсаптарыңды таңдаңдар. Ал енді осы қаламсап туралы оқушылар қандай қаламсап ұстаған дұрыс деген көптеген сұрақтарға кезігеміз. Бізге қаламсап бәріміз магазинге барғанда әр түрлі қаламсапты көреміз да, қайсысын аламыз деп басымыз қатып тұрады. Және оның әр түрлі суретте, әр түрлі жәндегі салпаншақтары бар, гүлдері бар, әр түрлі түстері бар, енді мың сандаған түсі бар. Соның ішінен біз өзімізге өте қолайлы, қолымызды ауыртпайтын, жазуға ыңғайлы белгілі бір қаламсапты таңдап үйренуіміз қажет. Сол үшін мен сендерге шамалы да болсын көмегімді бергім келеді. Соңғы қаламсапқа қарап көрейікші. Екеуін салыстырамыз. Көлем жағынан қайсысы жуанырақ болады? Оң жақтағы ма және сол жақтағы ма? Иә, сол жақта қаламсап оң жақта қаламсаптан қарағанда өте жуандау көрінеді, көзге де жуан көрініп тұр. Жарайсын. Ал ортада қаламсап оң жақта қаламсаптан қарағанда шамалы жіңішкелеу. Міне 3 түрлі қаламсап тұр. Осының біз қайсысын таңдаған ыңғайлы? Сендерге шамалы көмек берейін. Яғни мен айтар едім сендерге, сол жақтағы қаламсап дұрыс. Өйткені ол тым жуан да емес, және тым жіңішке де емес. Сендердің қолдарыңа ұстағанға өте ыңғайлы, және қолдарыңды шаршатпайды. Және ода назарды аударатын артық зат жоқ. Тек қана қаламсап және оның жазу, жылтырақ, не болмаса басқа да бөтен бір бөгде заттар жоқ. Яғни бұндай қаламсап біздің сабақ оқуымызды, назарымызды тек қана сабаққа аударуымызға өте жақсы көмегін береді. Егер бізде жуан қаламсап болатын болса, ол біріншіден қолдарыңды ауыртады. Қолдар шамалы бізге қолымызға қолайсыздау, және қолымызды ол да тез шаршатады. Яғни тіпті жіңішке деп айтсам да болады. Сондықтан да бізге қаламсап таңдағанда жуан да емес, жіңішке де емес, орташа оқушыларға арналған және назарды аударатындай бөгде нәрсесі жоқ қаламсапты таңдағандарың дұрысырақ болар еді. Енді астындағы суреттерге назар саламыз. Суретте біз дәптер көріп тұрмыз, балалар. Өте тамаша. Дәптер не үшін керек бізге? Яғни дәптерге біз жазу жазамыз, әріптерді жазып үйренеміз, сөз сөйлемді жазамыз. Бізге мектепке, әсіресе 1-ші сынып оқушысына, алғаш рет дәптер арнаған оқушыға қандай дәптер қажет екенін де жақсылап түсініп алайық. Бірге қарайық. Жазу дәптеріне арналған, яғни сыртында жазулары бар, 42 таңбамыз бар. Ол яғни жазу дәптері деп аталады. Екінші дәптер сыртында математикалық көбейту кестелері, цифрлары бар, өлшем бірліктері бар. Яғни оны математика дәптері деп атаймыз. Осыған көбірек назар салып алсақ
жақсы болады. Апайларың келгенде, ал балалар, жазу дәптерімізді алайықшы, ал енді математика дәптерімізді алайықшы дегенде, ешқандай шатаспастан өзіміз ешкімнің көмегінсіз дәптерімізді ала алатындай жағдайда болуымыз қажет. Енді дәптердің ішін ашып көрейік. Онда қандай сызбалар бар? Мінекей, жазу дәптеріне арналған сызба. Жазу жолына арналған сызба 4 мм шамасында сызылған сызба. Бұл жазуға бірінші сыныптар мен екінші сыныптарға арналған жазуға қолайлы көркем жазуымызды қалыптастыру үшін осы дәптерді ұсынамын сендерге. Келесі дәптеріміз дұрыс математика дәптерін, ал ішінде міне осындай тор көздері бар. Бұны біз математика сабағында қолданамыз. Ал енді мен сендерді дәптерден, қалам таңдаудан және дәптерді дұрыс пайдаланудан шатаспайды деп сенемін. Суретке назар саламыз. Экранда не көріп тұрмыз? Иә, дұрыс айтасыңдар, сөмкелер көріп тұрмыз. Қыздардың сөмкесі және ұл балаларға арналған сөмкелер. Және оң жағында және не көріп тұрмыз? Кәні аттарын жеке-жеке атаңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. Бізге оң жағымызда мектепке керекті құрал саймандарымыз, яғни бояулар, майлы бояулар, қарындаштар, ұштағыштар, сызғыштар, қайшы және дәптерлер. Міне бұның бәрін біз оқу құралдары деп атаймыз. Осының бәрін біз осы ыңғайлы сөмкемізге салып мектепке апарамыз. Солай ма балалар? Жарайсыңдар. Сөмке таңдағанда да өзімізге ыңғайлы заттарымыз ішінде сыйып тұратындай, өзіміздің жеке заттарымыз жеке қалталарда орналасқан болса, онда оқушыға өте қолайлы болады. Себебі сөмкемізді ашқан кезде дәптерімізге, оқу құралдарымызға өзіміздің жеке заттарымыз кедергі жасамауы керек. Әрқайсысы өзінің орнында таза, ұқыпты, осындай қалтасы бар және дәптерлеріміз еркін сиятын сөмкелерді таңдауымыз қажет. Ал балалар, дәптерге кезек бердік. Енді сендерге мына бір жұмбақты қойғалы отырмын. Ойланып жауап береміз. Жарай ма? Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Жауап не екен балалар? Қабат-қабат болып тұрады. Қаттама сияқты, қаттаманнан сияқты, қаттаманнан қабат-қабат болып тұрады. Ақылды болсаң, сен оны аттамайсың дейді. Жарайсыңдар балалар. Әрине ол кітап. Ақылды бала кітапты еш уақытта аттап өтпейді. Әр уақытта ол жерде жатса, оны жоғары қоюға тырысады. Өйткені кітап саған білім береді. Барлық білімнің анасы осы кітаптың ішінде. Алғаш рет сендер мектепке барғанда, мені қолдарыңа осындай әдемі кітаптар, дәптерлер береді. Бірінші сыныпқа барғанда апайларыңмен танысасыңдар. Және өздеріңе керекті құрал саймандарды да аласыңдар. Және кітапханашы апайларымыз бізге сауатымызды ашу үшін, білімімізді жетілдіру үшін бізге әртүрлі осындай кітаптар береді екен. Және олардың жұмыс жасау үшін олармен арнайы дәптерлері де болады. Солай біз алғашқы сауатымызды осы кітаптардан аша бастаймыз. Мен сендерге сәттілік тілеймін. Ал балалар, сендер осы уақытқа дейін балабақшада болыңдар, балалар. Сол балабақшадағы кейбір сабақтарымызды еске түсіру үшін маған көмектесіп жіберіңдер.
Бүгін мен сендермен кімзерек ойын ойнамақшымын. Кімзерек ойында көңіл соғып қараңдаршы. Бұл жерде нелер жазулы тұр? Жарайсыңдар, әріптер жазулы тұр, Ал енді осы әріптердің оң жағында және сол жағында кішкентай үйшіктер бар екен. Біреуі қызыл үйшік, келесісі көк үйшік. Неге олай қызыл және көк болып бөлініп алыпты? Кәне, кім айтады? Керемет жауаптарың, өте тамаша. Дұрыс айтасыңдар. Біз жалпы қазақ тіліндегі дыбыстарды екіге бөлеміз. Дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс деп. Яғни дауысты дыбыстарды біз қызыл ұяшыққа жинаймыз, ал дауыссыз дыбыстарды көк ұяшыққа жинаймыз. Осы тапсырманы маған орындап жіберсеңдер болады. Яғни қызыл ұяшыққа өздерің қызыл ұяшық істеп, дәл осылай соған қызыл ұяшыққа тиісті әріптерді жазып қойыңдар сыртына, ал көк ұяшық істеп, оған көк ұяшыққа тиісті әріптерді жазып қоюды ұмытпаңдар. Және оны ауызша айтамыз, жарай ма? Жарайсыңдар балалар, сендер тапсырманы керемет орындадыңдар. Бүгін бізде дауысты және дауыссыз дыбыстарға арналған ұяшықтарды жасау үшін бізге осындай үйдің сызбасы қажет болады. Сол үйдің сызбасын дәл осылай осы үлгіге қарап сызамыз және оның түсін көк және қызыл қылып бояймыз. Сонымен бірге онымен қоса оны әсемдеуге де болады. Әркім өзінің талғамына қарап әсемдеп сыртын әртүрлі гүлдермен көмкеруге болады. Не болмаса күннің суретін салып, бір керемет табиғаттың суретін салып та қосымша көркемдеуге болады. Ал әріптерімізді шатырларға орналастырамыз. Мен сендердің тапсырмаларыңды міндетті түрде күтетін боламын. Келесі сабақта керемет жұмыстар жасап, мені қуантады деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ ұнаса, міндетті түрде өз кері байланыстарыңды көрсетіп кетіңдер. Керемет ұнаса, күліп тұрған смайликті қойып кетіңдер. Және жақсы көңіл күйлеріңді білдіріп кетіңдер. Ал мүлдем сабақ сіздерге ұнамаса, түсінбесеңдер, онда міндетті түрде маған ренжіп тұрған смайликтеріңді көрсетіп, және не үшін ренжіп тұрсың, қай жеріне түсіне алмадың? Мүмкін саған әлде де көбірек тыңдауды қажет ете ме екен? Соны білуім үшін міндетті түрде астына комментарий жазып кетеміз. Мен сендерді келесі сабақта күтемін. Келесі кездескенше сау болыңдар.